Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін мен сіздермен морковь по-корейски салатының жасалу жолымен бөлісемін. Менің арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Салатқа қажетті заттар: сәбіз, пияз, сарымсақ, соевый соус және уксус 70%. Және мына жерде менде 1 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, дәміне қарай кішкене аздаған қара бұрыш қоссаңыз да болады, қызыл бұрыш және 1 шай қасық кориандр. Ең алдымен осындай морковь по-корейскиге арналған үккіштің көмегімен біздің сәбіздерімізді өткіземіз. Және де бұл жерде сәбіздің дәмді болуы тиіс. Сол кезде біздің салатымыз да дәмі өте ерекше болып шығады. Қажетті заттардың мөлшерін сіздерге описанияға қалдырып кетемін. Менде бұл жерде 600 грамм сәбіз. Егер сіздер көп жасаймын десеңіздер, одан көбейтіп жасаңыздар да болады. Енді сәбізімізді үккіштен өткізіп болған соң, үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бірақ бұл жерде біз қолымызбен сәбізді қатты қыспаймыз, жай ғана араластырамыз. Себебі сәбіз осы ұзын қалпында қалу керек. Сәбіздің суы шыққанша араластырамыз. Мінеки сәбізді жақсылап араластырдым, көрдіңіздер ме? Сәбіздің көлемі де азайды. Енді жақсылап сәбізді артық суынан толықтай ажыратып, екінші шарашамызға салып аламыз. Достар, менің каналымда түрлі тәттілер мен тағамдардың, салаттардың рецептісі бар. Міндетті түрде менің каналыма подписацияны басып, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Енді сарымсағымызды дайындаймыз. Менде сарымсақ қысатын болмағандықтан осындай үккіштің көмегімен, яғни ұсақ көзінен өткізіп аламын барлық сарымсақтарды. Ендігі кезекте пиязымызды ұсақ етіп тураймыз. Пияз қосу міндетті емес, қалауыңызша қоспасаңыздар да болады. Мен осы пияздың тек жарты бөлігін ғана қостым. Пиязымызды турап болған соң, табадағы 3-4 ас қасық қызып тұрған майымызға пиязымызды осылай видеодағыдай әбден сарғайғанша қуырамыз. Пиязымыз қуырылып жатқан сәтте біздің жаңағы дайындап қойған сәбізіміздің үстіне қалған қантты, кориандрды, қызыл бұрыш, қара бұрышты барлығын қосамыз. Содан кейін біздің дайындаған сарымсағымызды қосамыз. Сондай-ақ 70%-лық уксустан 1 шай қасық және де 1 шай қасық соя тұздығын саламыз. Өзіңіздің тұз салғаныңызға байланысты, егер салатыңыз ащы болатын болса, соя тұздығын қосу міндетті емес. Енді осының үстіне жаңағы біздің қызып тұрған майымызды, қуырып алған пиязымызды қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Абайлаңыздар, бұл жерде ыстық болуы мүмкін. Салатты жақсылап араластырған соң, міндетті түрде дәмін көріңіздер. Тұзы, қанты, соя тұздығы барлығы жеткілікті ме екен? Менде сәл қанты аз болғандықтан мен тағы да бір шамамен жарты қасықтай қант салып, тағы бір жақсылап араластырып алдым. Жаңа айтып өткендегідей, егер салатыңыз тым қышқыл болып жатса, соя тұздығын салу міндетті емес. Енді осы салатты мен беті жабылатын ыдысқа салып, бетін жауып, тоңазытқышқа саламын. Осы салатты міндетті түрде жасаңыздар. Егер де жасап жатсаңыздар, маған комментарийға жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеом пайдалы болып жатса, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.